Сәлем балалар, бүгін біз жаңа және өте маңызды ұғыммен танысамыз. Конденсатор. Конденсатор бұл электр зарядын жинап, сақтау үшін қолданылатын құрылғы. Оны кейде электр энергиясының банкі деп те атайды. Яғни, батарея энергияны ұзақ уақытқа сақтаса, конденсатор оны тез жинап, тез қайта бере алады. Ережесі мен формулалары. Конденсатордың негізгі шамасы оның сыйымдылығы. Ол мына формуламен анықталады. Тең Q бөлінген U. Мұндағы сыйымдылық фарадпен өлшенеді. Q заряд, кулон, U кернеу, вольт. Конденсаторда жиналған энергия, энергия теңіз көбейтілген U кернеудің квадратына бөлінген 2-ге, яғни энергия конденсатордың кернеуіне және сыйымдылығына тәуелді. Конденсатордың түрлері. 1. Жазық конденсатор 2 параллель металл пластинадан тұрады. 2. Цилиндрлік конденсатор ұзын сымдар немесе кабельдерде кездеседі. 3. Сфералық конденсатор радиотехникада қолданылады. Конденсаторлардың арасындағы кеңістік диэлектрикпен, мысалы, ауа, май, пластмасса толтырылады. Бұл зат зарядтың ағуына жол бермей, энергияны жақсы сақтауға көмектеседі. Өмірдегі қолданысы. Конденсаторларсыз қазіргі техника жұмыс істемеседі. Теледидар, компьютер, ұялы телефонның энергия сақтау тізбектерінде, фотоаппараттың жарқыл құрылғысында, фотовспышка энергияны тез береді. Радио мен дыбыс күшейткіштерде жиілікті сүзу үшін, электр қозғалтқыштар мен генераторларда кернеуді тұрақтандыру үшін, электр көліктерінде және күн энергиясы жүйелерінде жылдам энергия алмасу үшін қолданылады. Конденсатор энергияны аз уақытқа жинап, тез қайта беретін маңызды құрылғы. Ол физикада ғана емес, өмірде де кеңінен қолданылады. Сондықтан оны түсіну электр техникасының негізін түсінудің алғашқы қадамы.